Ассаламу алейкум, баршаңызға қайырлы күн. Бұл видеода сіздермен осындай тырнақ құрақты бірге құраймыз, және де осы құрақтың құпияларымен бөлісетін боламын. Көзін, бұрыштарын қалай түзу сызуға болатынын, қалай түзу түсіру керекенін, астарын қалай таза үзбей тігуге болатынын, және де бұдан басқа 9 түрлі құрақтың түрін үйрететін боламын. Сол себепті каналға тіркеліп, колокольчик басуды ұмытпаңыз. Бізге қажет ең бірінші нәрсе бұл шыт мата. Шыт мата бізде құрағымыздың астарына арналған. Әрбір астарда осындай шыт мата болады. Осындай қатты түрін алуға кеңес беремін сізге. Бұның размері 14-14 сантиметр. Лентамыз бізде 3 сантиметр. Осындай ұзындығынан қиылған. Және де песок матасынан қиылған осындай шаршылар. 4-4 сантиметрлік шаршы. Құрағымызды бастамас бұрын бізге осы шыт матамызды ортасын тауып алу қажет болады. Ол үшін матамызды міне бір-біріне бұрышына келтіріп бөктейміз. Осы жерде міне көрінер-көрінбес линия пайда болады. Осы линияның көмегімен біз құрағымыздың ортасын анықтаймыз. Енді жаңа көрсеткен песок матасын дәл осы ортасына центрге қоямыз. Міне 4 бұрышымыз дәлме-дәл 4 жағына 4 линиямызға дәл келу керек. Енді лапкамызды орнаттық. Закрепкадан бастаймыз. Мен құрақты ақ жіптен тігемін. Сол кезде құрағыңыздың асты таза әрі әдемі көрінетін болады. Бисмилля. Осы құрағымыздың көзін айналдырып тігіп аламыз. Енді біздің лентамыздың осы матовый велюр матасының түгі болады. Осы жерде бізге түгімізді төмен қаратып алу керек болады. Оны қалай анықтайсыз? Мына матаны сипалаған кезде түгі жоғары көтеріледі, және де міне бұлай дұрыс көрінеді екен. Төмен қарай сипасаңыз түгі жатады. Осы түгі бізде төмен жатуы керек. Осы матамызды құрағымыздың бетіне қаратамыз. На ширине лапки, яғни мінекей мына ширинада тігіс жүргіземіз. Мына сызыққа дәлдеп қиямыз. Соңына келдік. Осы жерден құрағымызды жазып аламыз лентамызды, және де реверспен артқа қарай тігіс жүргіземіз. Мінекей, сол кезде біздің мына артқы жақтағы құрағымыз түзу және тегіс жататын болады. Мінекей, матамыздың түгі төмен жату керек. Осыны бетіне қаратамыз. Бұл жерде жаңа құрағыңыз түзу болып шығу үшін мына жақтағы ширинаны қарайсыз. Мына жақта 1 сантиметр болып бастаса, соңына дейін 1 сантиметр болу керек. Мына жақта түзу емес, яғни ориентир сізде мына сол жақта жүреді. Әрбір құрақтың лентасын бастаған кезде бір линияны міндетті түрде закрепка жасайсыз. Екінші қатарымыз жүргізілді. Лентамызды аштық. Дәл жаңағыдай артқа қарай жүреміз. Мінекей қараңыз, мына жер бізде ровно 90 градус болып шықты. Дәл жаңағыдай лентамыздың түгі төмен қарап тұрады. Бетіне қаратамыз. Мына жақты дұрыстаймыз. Мына жақпен соңына дейін мына расстояние бірдей болады. То есть бұлай тұрмайды.
туп-тура бірдей болып шығады. Басына закрепка береміз. Мына линиямен теңестіріп қиып алып тастаймыз. Лентамызды жаздық. Артқа қарай жүреміз. Міне, мына төрт бұрышымыз бізде идеальны болып шықты. Тағы да бір рет матаның түгі төмен қарайды. Бетін бетіне қаратамыз. Матамызды қойдық. Енді мына жақ шетін қараймыз. Осы жақтың ширинасы бірдей болу керек. Закрепка. Теңестіріп қиып алып тастаймыз. Артқа қарай тігіс жүргіземіз. Енді мына бұрыштарымызды тігу қажет болады. Ол үшін осы 4-4 см болған песок матамызды сіз, егер песок матасы болмайтын болса, қарапайым золотистый түсті матаны алсаңыз болады. Ешқандай қиындығы жоқ. Бұның түстері осындай. Бұл міне дәл сол матовый велюр. Осыны пайдалансаңыз да болады. Немесе голограмма деген мата болады. Соны да пайдалануға болады. Енді бұл жерде қалай істейміз? Мына шаршымыз бізде 4-4 см. Осы шаршыны дәл мына бұрышқа сәйкестендіреміз. Міне, мына бұрышымызбен бірдей болады. Енді мына бұрышынан бастап жоғар жағынан тігіс жүргіземіз. Ол үшін 1 см алдыға қарай жүресіз. Және де жаңағы мына песок матамыз алдыға қарай жылжып кетпеу үшін бірінші артқа қарай жүреміз. Қараңыз. Артқа жүрдік. Матамыз бізде бекітілді. Енді осы бұрышқа дейін кетесіз. Мына жерде міне өзі ручкамен саусақтың ұшымен белгілесеңіз, мына біздің көзіміздің мына бұрышы болады. Мына көзге тиіп кетпеу керек, то есть мына жаққа дейін келтіреміз. Біріншісі дайын болды. Енді осы көзімізді ашамыз. Тағы да бір рет артқа жүреміз. Бұл не үшін? Мына құрағымыздың бұрышын жазып ашып алу үшін. Енді дәл солай. Тағы да бір шашын алдық. Бетін бетіне қараттық. Бұрышты бұрышқа келтірдік. Және мына жақ басынан бастаймыз. Алдыңғы бұрышты бас тұратын болса, ешқандай қиындығы жоқ. Дәл солай тігесіз. 1 см алға жүрдіңіз. Артқа қарай реверс жасаймыз. Матамызды бекіттік. Енді алдыға қарай тігіс жүргізе береміз. Закрепка жасалды. Бұл жерде көпшілік бұрышты осындай 3 бұрыш етіп те қиып алуға болады. Бірақ маған ең удобный вариант осы. 4 бұрышты қиып аламын да бұрышымен көзіне дәл осылай пайдалана беремін. Бұрышымызды аштық, артқа қарай тігіс жүргіземіз. Бұрышымызды бекіттік. Дәл солай тағы да бір бұрышымыз. Бұрышты бұрышқа келтірдік. 1 см алға жүрдік. Мына жерде тағы да бір айтатын нәрсе, мына бұрыш мынаған сай келу керек, барлығы бір линияда жату керек. Сол кезде сіздің шаршыңыз идеальны болып шығады. Артқа жүреміз. Мінекей. Енді осы бұрышымызды бекітеміз.
бекітілді. Соңғы көзіміз. Міне бұрыш-бұрышқа келтірілді. Мына бұрышымызға қарайды, ары қарай линиямен кете береді. Бұрышымызды бекітеміз. Мінеки біздің бірінші қабатымыз дайын. Мына жеріміз бізде шаршы болып шықты. Енді екінші линияны жүргіземіз. Ол дәл солай мына түгіміз төмен қарап тұрады. Бетіне қаратамыз. Бастапқыда закреп. Мінеки біз екінші қабатымызды жаптық. Енді осы жерге дәл солай тігістерді, бұрыштарымызды жүргіземіз. Тура солай мені бұрышқа келтіреміз. Мына бұрышты жауып тұрады. Осы бұрышымыз мынаған және де ары қарай алып кететін болады. Бұл жерде тағы да бір айтып кететін құпиялардың бірі, мына лентамызда байқасаңыз барлығының ширинасы менде бірдей болып шықты. Осы шириналар бірдей болып шығу үшін сіз мына жердегі припуск нашивой деп аталады, мына тігіске берілген орын барлық жерде бірдей болу керек. Егер сіз мына жерде бір жерінде 3 мм, бір жерінде 5 мм беретін болсаңыз, мына құрақтарыңыздың линиялары дұрыс болмайды. Осымен біздің тырнақ құрағымыз дайын болды. Енді бізге осыны 12-де 12 сантиметрлік блок етіп қиып алу керек. Ол үшін біз линейкамызды аламыз. Міне осы жерден 12 сантиметрді өлшейміз. Міне менде кішкене ғана жарты сантиметрде ғана көп болып тұр. Осыны белгілеп аламыз да айналдырып тігіп шығамыз. Міне мына жерде 13 сантиметр. Кейде болады артық болып шығады. 13-те 13 сантиметр, 14-те 14 сантиметр болып шығады. Оның ешқандай қиындығы жоқ. Артылып қалған дұрыс, чем жетпей қалғаннан көрі. Мына жақ шетінен мен шетіне тігетін боламын. Шыт матаның жан жағын тікпестен бұрын осылай жазып аласыз.
Мінекей біздің блогымыз дайын болды. Бізге қалғаны осы айналдырып тігіп шыққан жерде артық жердің барлығын осылай әдемілеп қиып алу. Дәл осындай құраққа арналған ленталарды көп қылдырып, ұзақ уақыт жоғалтпай, оңай және тез кесу жолын білгіңіз келсе, мына видеоны қараңыз.